Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде 12 мамыр, сабақтың тақырыбы «Сен ауылда болдың ба? Ты был в деревне?» Жазда, летом, жайлау, жайлау, барамын, пойду, поеду, бармаймын, не пойду, либо не поеду, балық аулау, рыбачить, ловить рыбу, өзен, река. Бұл бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Жалғауларға назар аударайық. Обрати внимание на окончание. Мен жазда ауылға барамын. Летом я поеду в деревню. Сен жазда жайлауға барасың ба? Летом ты пойдешь на жайлау? Ол жазда өзенге барады. Он летом пойдет на речку. Или она летом пойдет на речку. Тыңда, қайтала, оқы. 129 бет. Алақай, демалыс! Ура, каникулы! Мен ауылға барамын. Я поеду в деревню. Жайлауға барамын. Пойду на жайлау. Сен ауылда болдың ба? Ты был в деревне? Я болдым. Да, был. Алибек, мен ауылға барамын. Сау бол. Алибек, я поеду в деревню. До свидания. Сау бол, Анель. Мен де ертең жайлауға барамын. До свидания, Анель. И я завтра пойду на жайляу. Ребята, обратите внимание на картинку. Тау, гора, жайлау, жайлау, ағаш, дерево, гүлдер, цветы. Екінші тапсырма. Үлгі бойынша сұрақтарға жауап бер. По образцу ответьте на вопросы. Выполняем данное задание устно. Сен ауылға барасың ба? Ты поедешь в деревню? Мен ауылға барамын. Да, я поеду в деревню. Жоқ, мен ауылға бармаймын. Нет, я не поеду в деревню. Обратите внимание, что у вас есть нужные слова, қажетті сөздер. Өзен, тау, лагерь, жайлау. К примеру, я возьму слова өзен и тау и составлю по ним вопросы. Сен өзенге барасың ба? Мен өзенге барамын. Жоқ, мен өзенге бармаймын. Сен тауға барасың ба? Мен тауға барамын. Сен тауға барасың ба? Жоқ, мен тауға бармаймын. Ребята, теперь вы составьте вопрос и ответ со словами лагерь и жайлау. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз. Вместо многоточий напишите нужные окончания. К примеру, первое. Мен ауылға барамын. Здесь нужное окончание «мын», так как здесь говорится обо мне, мен. Төртінші тапсырма. Оқып сұрақтарға жауап бер. Прочитайте и ответьте на вопросы. Мен жазғы демалыста ауылға барамын. Ауылда өзен бар. Мен балық аулаймын, шомыламын. Анельге қараймыз. Мен ертең ауылға барамын. Ауылда атам мен әжем бар. Мен жайлауға барамын. Обратим внимание на вопросы. Анель қайда барады? Куда поедет Анель? Анельдің атасы мен әжесі қайда тұрады? Где живут дедушка и бабушка Анель? Алибек жазғы демалыста қайда барады? Куда поедет Алибек на летние каникулы? Ауылда өзен бар ма? В деревне есть речка? Алибек ауылда не істейді? Что будет делать в деревне Алибек? Сен жазғы демалыста қайда барасың? А куда ты поедешь на летние каникулы? Жазғы демалыста не істейсің? Что ты будешь делать в летние каникулы? Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.